Үнемі таң қалдырудан жалықпайтын, ерекшеленуге әуес әнші әрі актриса Камшат Жолдыбаева Еуразиялық музыка сыйлығы кешінде ерекше көйлегімен көзге түсті. Сәні қандай керемет болса, әуресі сондай көп көйлектің қызығы туралы Камшат Жолдыбаеваның өзі әңгімелеп берді. Камшат, бүгін сондай керемет болып тұрсыз, әдемі. Бүгінгі сахнадағы өнеріңіз қалай болды? Өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Сахнадағы өнер демекші, бастапқыда сол сахнаға шығудың өзі мен үшін бір әуре болды. Өйткені мына үстімде костюмді көріп тұрсыздар, бұны 2 адам, 3 адам деп көтермесе, бір адамның алып жүруі өте қиын. Сондықтан да сахнаға шығуын шықтым. Енді оған дейін маған көмектесіп шығарып жіберді ғой. Ары қарай микрофонға дейін баруым керекпін. Сондықтан да кішкене жолда тоқтап қалып, жете аламын ба, жете алмайым ба, жете алмай қалсам не болады деген сияқты біраз қобалжулар болды, бірақ жеттім. Әнімді аман сау айтып шықтым. Иә, бұл көйлек сіздерге таныс па? Естеріңізде болса, осыдан шамамен 4 ай бұрын Камшат Падиша атты әніне бейнебаян түсірген болатын. Осы клипке арнайы тігілген бұл көйлекті түсірілімнен кейін енді ешқашан кимеймін деп ойлаған екен әншінің өзі. Алайда бұл көйлек тағы да бір жарқырап шыға келді. Бұл негізі менің Падиша атты бейнебаяныма жасалған көйлек. Мен негізі сол клиптен кейін бұл костюмді кимеймін деп ойлағанмын. Өйткені бұндай костюмді қай жерге киіп шығасың, не қимылдай алмайсың, не оны алып жүрудің өзі жаңа айтпақшы қиын. Сондықтан да мынандай үлкен бүгінгі мереке, былай айтқанда дәстүрлі мерекеге айналған бұл марапаттау кешіне осындай үлкен сахнаға кимегенде тағы да басқа қай жерге кием деп тағы да бір бұл костюмге жарық көруге мүмкіндік бердім. Көрінісіне көз тоймайтын мынадай ғажап дүниені кім жасаған білгіңіз келе ме? Бұл бізді де қызықтырғаны рас. Сонымен бұл көйлек кімнің қолынан шыққанын сұрап көрелік. Бұл киімнің авторы Наиль Байкучуков. Жалпы бейнебаянға осындай ханшайымның, падишаның бір образы керек. Және де жай ғана образ емес, бір былай айтқанда пафосты образ болсыншы деген. Сол ойды бірден түсініп, осындай керемет туындыны дүниеге әкелді. Осы сәтте көйлектің авторына қол шапалақтағымыз келеді. Дегенмен, бір бейнебаян үшін тігілген көйлектің сәні мен салмағы бір басқа. Ал бағасы туралы әңгімелессек, Өзі сәнді, өзі әдемі, өзі ауыр, салмағы да ауыр шығар. Ал бағасы қандай болды? Бағасы да ауыр. Шамамен 6-0 дер бар. Жә, алтын өлдердің қанша миллиондар екенін ары қарай қазбаламайық. Ең бастысы, көздің жауын алатын, бағасы шарықтаған көйлекті енді шаң баспаса екен дейміз. Киюге ыңғайсыз болғанмен, Камшат Жолдыбаева үшін ерекше киімі біразға дейін ел есінде қалары сөзсіз.